Сәлем достар, мен есімім Тамара Сәрсенова. Қазіргі таңда өз трансформациямды өтіп жатырған, өмірде өзімнің жүріп өткен жолыммен және өзімнің қандай қателіктермен жібердім, қандай өзіме сабақ алдым, сол жөнінде сіздерге осы YouTube каналымда бөліскім келіп отыр. Бұл менің алғашқы видеом. Әрине қобалжу бар, бірақ барымша өз тәжірибемен, өзімнің алған сабақтарыммен, дайын практикалармен сіздермен бөлісіп, аз болса да бір қыздарға көмегім тисе, үлкен мен үшін бақыт болар еді. Сондықтан жалпы бүгінгі эфирімізді ажырасу тақырыбында көтергім келіп тұр. Өйткені мен де кешеден бері тыңдаған подкасттарымның бірі бұл Мөлдір Мұқанның өзінің басынан өткізген қиындықтары және 14 жыл бойы жолдасының басқа әйел адаммен қарым-қатынасын шыдап, соған көзін жұмып, бірақ 14 жылдан кейін қиналғандықтан, ажырасып жатқандықтан өзінің өмірлік жолымен бөлісіп жатыр. Сондықтан да осы жерде мен де өзімнің өмірлік жолыммен бөлісе отырып, сіздермен өзімнің басымнан өткен қиындықтарды және сол қиындықтарды қалай мен кешіре алдым және қалай басқаша өмір сүре бастадым, сол жөнінде бөліскім келіп отыр. Өйткені бәрінде емес, бірақ қандай да бір пайыз әйел адамдарда ондай қиындықтар бастарында болып жатыруы мүмкін. Сондықтан мен сіздерге осы жерде өз тәжірибеммен бөлісіп, шынымен де басқа да өмір бар екенін, басқаша әдемі әлемнің бар екенін көрсеткім келеді. Жалпы мен де өзім 20 жасымда, 19 жасымда ғашық болып, ессіз ғашық болып күйеуге шыққан болатынмын. Өте үлкен махаббат болды. Және ол пәк, сондай шексіз жүрекпен сезінетіндей сондай махаббат болған кезде әрине бүкіл өміріңді сол адаммен өткізем, бүкіл жаңағы болашағының барлығын сонымен жоспарлайсың. Дәл сол сезім менде де болды. 20 жасымда алғашқы қызымды босандым, 23 жасымда екінші қызымды босандым. Және сол 23 жасымда екінші қызымды босанған кезде менің өмірімде қиындықтар бола бастады. Оған дейінгі сол арадағы 3 жыл, 4 жыл уақыт бірге өткізген. Сондай бір керемет, жүрегім махаббатқа толы, әрбір сәті керемет сондай сәттер болған болатын. Және ол кезде әрине маған біреу келіп, сен егер күйеуің басқа елге қараса, сен немесе тоқал аламын десе, сен соған келісер ме едің десе, әрине мен жоқ, ол басқа біреуге қараса, все, оны мен кешірмеймін деген деп айтушылардың бірі мен болған болатын. Бірақ уақыт өте келе, сол 23 жасында екінші қызымды босанған кезде жолдасым алғаш рет ажырасайық деп айтқан болатын. Мен жаңа ғана баламен туылған, жаңа ғана перзентханадан шығып отырған баламен отырғасын, бұл мен үшін өте ауыр болды. Мені түсінетін тек қана менің секілді басынан өткізген әйел адамдар ғана түсінетін шығар деп ойлаймын. Ол кездерде ауыртпашылық, өйткені өмір бойы сен сол адаммен өміріңді жоспарлап қойғаннан кейін, оған ессіз ғашық болып отырғаннан кейін, одан олсыз өміріңді даже көз алдына елестете алмай отырған кезде, ол адам дәл солай басқа ел бар, менде басқа елге үйленгім келеді, басқа болашақ құрғым келеді деген кезде, әрине бүкіл өмір көз алдында тоқтап қалды. Мен әрі қарай не істеу керек екенін, қалай өмір сүру керек екенін білген де жоқпын, түсінген де жоқпын. Ең бір ауыр кезеңдер болды десем болады, өйткені ол кезде өзім жаңағы бала босанып отырмын және сондай қиындықтар туындаған кезде. Әрі қарай мен сол кезде өзімді таңдап кете алған жоқпын. Баратын жерім болмады, қорықтым, әрине үлкен қорқыныш болды, қайда барам балаларыммен деген. Содан уақыт өте бастады, мен шыдап жүрдім, білдім оның басқа біреу бар екенін, бірақ сонда да көзімді жұмып қойып, балаларым кеше Мөлдір Мұқан айтқандай, бір өзім қиналсам да, екі балам қиналмаса екен деген оймен жүрегімді жарып бара жатырса да, сол жерде, сол үйде бірге өмір сүріп бастадым. Ары қарай, бірақ уақыт өте келе, бір жыл жайлап, жарты жыл өтті, бір жыл өтті. Сол кездегі жолдасым қол көтере бастады. Қол көтеріп, жаңағы ұрып,
үлкен жаңағы ауқымды, былай айтқанда, ауыртпашылықтар көрсете бастады. Бірақ сонда да мен өзімді таңдаған жоқпын. Мен қорықтым, баратын жерім жоқ дедім. Сонымен не болса да шыдаймын деп әрі қарай шыдадым. Сонымен 6 жыл уақыт өтті. 6 жылдың ішінде әрине мен де мөлдір секілді үлкен бір үмітпен жүрдім. Жүрегімнің түбінде үміт болып, бір күні мүмкін өзгерер деп. Және ол кісі де маған я болды тоқтаттым деп солай әрқашан сондай бір өтірігімен, былай айтқанда, маған бір үміт отын жандырып, сондай бір күймен 6 жыл өмір сүрдім. 6 жыл бойы әрине жылаумен, күнделікті күреспен, арпалыспен, қаншама сәттер өзіңді таңдамаған. Бірақ 6 жылдан кейін қыздарым бірі 6-ға, бірі 9-ға келген кезде ең алғаш рет ойлана бастадым. Мен әрі қарай да осылай өмір сүргім келе ме, әлде басқаша мүмкін таңдау бар шығар деген. Сол кезде мен ниет білдіріп бастаған кезде жаратушым маған жаңаша табыс көзін жіберді. Мен ол кезде ол жаңаша табыс көзі бұл менің өмірімнің бір маған беретін мүмкіндігі деп ойлаған жоқпын, шынымды айтайын. Бірақ дұрыс ниет еткен кезде жаратушым маған соған сай өзінің жауабын берді. Соған сай өзінің идеясын жіберді, орысша айтқанда. Мен соған жармасып алып, ары қарай әрекеттене бастадым. Өйткені маған ол кезде ажырасқаннан кейін үй алу керек болды, табыс табу керек болды. Мен ол кезде жай ғана кассирмын. Сондықтан да кассирдің табысымен, 90 табысымен мен алдағы болашақта қысқа уақыттың ішінде үй ала алмайтынымды түсіндім. Барып тұратын ешкімім жоқ. Сондықтан да маған табыс керек болды. Сол мүмкіндікке ол кезде сетевой компания, сол сетевой компанияға көзімді ештеңеге қарамастан, сол сетевой компанияға жаңағы сол кезде алғаш рет өзіммен жұмыс жасап бастадым. Өзімнің ойыммен, не ойлаймын сол туралы, өйткені сол кезде сетевойға келген кезде сол туралы өзіммен жұмыс жасауды үйретеді ең алғашқы. Сол өзіммен жұмыс жасаудың арқасында 1 жыл тағы да шыдап, 1 жылдың ішінде сол үйде, сол бұрынғы жолдасымның үйінде тұрып, 1 жылдан кейін ештеңе өзгермейтінін түсінгеннен кейін ол үйден кетіп, сетевойда как раз өзімнің табысымды өсіріп, әрі қарай кеткен кезде менде жаңа өмір басталды. Жаңа өмір басталған кезде бұл сәтте бірі құлап жатады, бірі көтеріліп жатады. Мендегі ол кездегі әрине көпшілік мені ажырасқан әйел адамдар түсінетін шығар. Ол кездегі менің қалауым ол дәлелдеу болды. Дәлелдеу сол ол өйткені бұрынғы жолдасым басқа әйелді таңдағандықтан, мен оған дәлелдеймін, мен мықтылығымды дәлелдеймін, менің қолымнан келетінді дәлелдеймін деген дәлелдеу кейпімен мен әрі қарай әрекеттене бастадым. Түн демей, күн демей жұмыстана бастадым. Өзіме де қараған жоқпын, балаларға да қараған жоқпын. Кәдімгідей бір бүкіл эмоция атаулының барлығын жауып, жылаған да жоқпын, күлген де жоқпын, кәдімгідей робот секілді әрекеттене бастадым. Өйткені мені қозғаған ол кездегі сезім, ол дәлелдеу деген сезім. Құдайға шүкір, дәлелдедім. Өйткені содан кейін 1 жылдың ішінде өзімнің қаламнан 3 бөлмелі пәтерімді алдым, топ-лидер болдым, саяхаттап бастадым, миллионнан асық табыс таба бастадым. Және сол кезде ойладым, бақыт деген осы шығар деп. Өйткені менде дәлелдеу керек болды, және мен дәлелдедім. Оған дәлелдедім, ең бірінші өзіме дәлелдедім, что мен жай ғана енді бұны да тек ажырасып, өзінің басқа елмен алмастырған әйел адамдар түсінетін шығар, қаншалықты самооценка деген нәрсе сол кезде түсетінін. Және самооценканы түскен кезде сен сол дәлелдеу арқылы, өзіңе дәлелдеу арқылы шынымен де жай ғана қолынан түк келмейтін жан емессің, қолынан бәрі келетін жан екеніңді дәлелдеген кезде әрине бақыт сол екен деген сезім болды. Дәлелдедім, жеттім, шүкір, потенциалымды аштым. Және сол қазіргі таңда, солдан қаншама уақыт өтті, сол кезден бастап. Қазіргі таңда сол кезге қарап айтатын болсам, сол кезде мен сол қиындық арқылы өзімнің потенциалымды аштым. Ол қиындық болмаса, ол жолдасыммен ондай қарым-қатынас болмаса, ол басыма келген сол қиындықтар болмаса,
мен өзімді таңдамас едім, мен өзімнің потенциалымды ашпас едім, қолымнан не келетінін түсінбес едім, өзіме деген, өміріме деген, балаларыма деген жауапкершілікті алмас едім, және сол жауапкершіліктің барлығын басқаларға итеріп қойып, сол өзімнің былай айтқанда келіндік қызметімді атқарып, өзімді сол ең соңғы орынға қойып, балалар үшін, ата-ене үшін, күйеуім үшін деп жаңағы жұмысымды жасап, жаңағыдай кассир жұмысымды жасап жүре берер ме едім. Бірақ сол кезде шынымен де ойланып қарасам, бұл көбінен еститін шығарсыздар, әрбір қиындық сіздердің бір потенциалыңызды ашатын, сондай сізге бір жол ашатын мүмкіндік деген сөздерді естіген шығарсыздар. Сондықтан да өз басымнан сол нәрсені көрдім, шынымен де солай екенін. Және әрі қарай дәлелдедім, содан кейін қаншама жыл әрі қарай үй алдым, көлік алдым салоннан, миллиондаған жаңағы табысымды таба бастадым, жетістіктерге жете бастадым. Бірақ уақыт өте келе оның барлығында іштей внутренний покой дейміз ғой, ішкі бір пустотаны сезіне бастадым. Пустота, ішкі бір өзіме өзім түсінбедім не жетіспейтінін. Өйткені бір адам цель қойған кезде, мақсат қойған кезде, сол мақсатқа жету үшін мен кәдімгі ештеңеге қарамастан жұмыстандым. Таң атса да, күн батса да, мен тек жұмыс, фокусым барлығы жұмыста болды. Бірақ сол үйімді алып, көлігімді алып, ақшамды тауып отырған кезде, бір күні сол машинамда отырып, салоннан кәдімгі Toyota RAV4 алып отырған кезде, өзімнің ішкі бақытсыздығымды сезіндім. Сол кезде өзімнен шок болып, өзімнен сұрай бастадым. Саған не болды деп? Сен осының барлығына жету үшін қаншама еңбектендің, ал қазір сонда неге бақытсызсың деген. Сол кезде мен түсінгенім, барлық нәрсе ол тек қана материалдық нәрсе емес, басқа да бір ішкі бақытты оятатын, ішкі пустотаны толтыратын басқа нәрсе болу керек екенін түсіндім. Және ол нәрсеге бірден келген жоқпын. Самый түбіне барғанға дейін, түбіне құлағанға дейін. Бұл әлем адаммен бірнеше нәрсемен сөйлеседі дейді. Ең бірінші әлем ақшамен сөйлеседі. Ақшадан жоғалта бастайсың, ақшадан жаңағы келмей жатады, қарызға кіресің. Қарым-қатынаспен сөйлеседі, яғни жолдасын измена жасауы мүмкін, ұруы мүмкін, немесе тағы да бір нәрсе ажырасуы мүмкін деген секілді. Тастап кетуі мүмкін. Одан кейін ол екеуімен сен түсінбей жатырсаң, денсаулықпен сөйлеседі дейді. Өйткені көбіне көп ақшаның артынан қанша қуаласа да, адамның денсаулығынан ұра бастаған кезде адам шынымен де ойлана бастайды. Тоқтайды. Орысша айтқанда заземляться етеді да. Тоқтап, оған ештеңе керек емес болып қалады. Үй де керек емес, осыған дейін арпалысқан ақша да керек емес, оған сол кезде тек денсаулығы керек, жанның тыныштығы керек, деннің саулығы керек болып қалады. Бірақ кей кездері біз сол денсаулықтан ұрғанда да түсінбей жатамыз, шынымен де может басқаша әрекеттену керек шығар, басқаша бір нәрсе жасау керек деген сияқты шешімді, өзіміздің таңдауымызды өзгертпей жатамыз. Қайтадан тұрамыз да, орнымыздан тұрып алғаннан кейін 2-3 күннен кейін қайтадан сол бір бағытта ұра бастаймыз. Сосын ең қиыны ол баламен сынау әрине. Өйткені баламен сыналған кезде адам жаңағы шынымен де Аллаға бетін бұрып, жаратушыға бетін бұрып, өзін өзгерте бастайды, сыйына бастайды, дұға жасай бастайды. Сондықтан мен сіздерге айтқым келетіні, осы қазіргі таңдағы өзімнің түсінген ең бір инсайттардың бірі, барлық нәрсе біздің ішімізден бастайды, ішкі состояниемізден басталады. Содан кейін барып қана сыртта, әлемде, реальность ол құрыла бастайды. Әрбір өмірімізде берілген қиындықтар, бұл бізге сол сәттегі өзіміздің ішкі күйімізді, ішкі состояниемізді бізге, ішкі программаларымызды бізге көрсетіп тұрған жағдайлар. Қазіргі таңда өте қатты бір қиын өміріңізде болып жатырған болса, қиындық, ол ақшаға байланысты болсын, ол отношенияға байланысты болсын, ол денсаулыққа байланысты болсын, сізге айтқым келетін нәрсе, ең бірінші жұмыс ол соны қарап қабылдау. Ең бірінші тоқтау. Иллюзияда өмір сүрмей, сол тоқтап, шынымен де қазіргі таңда менің өмірімде не болып жатыр?
Ол қарым-қатынас, ол ақшадан, ол денсаулықтан қиындықтар болуы мүмкін. Өзіңізді таба алмай жүруіңіз мүмкін. Өз-өзіңізді алдап, бір сүйікті емес іспен айналысып жүруіңіз мүмкін. Өзіңіздің бар күшіңізді салып, энергияңызды құртып, бірақ ол жерде болғыңыз келмейді, ол жұмыста жасағыңыз келмейді. Ол жамандыққа, негативқа толы ортада жүргіңіз келмейді. Бірақ өз-өзіңізді алдап жүрсіз да самообманмен. Және сол кезде ең бірінші өзіңізді тоқтап, шынымен де қарау керек. Шынымен де менің өмірімде не болып жатыр? Барлығын ашып, қарап, жазып көрсеңіз, кәдімгі көзді ашып, осознанно, сіз түсіне бастайсыз. Қазіргі таңда менде осындай қарызым бар, осындай жұмысым ұнамайды өзіме, немесе осы отношениядан абьюздық, мысалы, отношениядан шаршадым деген сияқты бір тоқтап, соған шынымен де қарау қажет. Принимать ету керек. Сол ситуация шынымен де менің өмірімде болып жатырған. Что ол жерде ешқандай самообман болмау қажет. Ой, мен өмірімде бәрі күшті деп, барлығы күшті деп жүріп, бірақ ар жағында іштей өзіңіз өртеніп, іштей ұйықтар алдында мүмкін қасыңыз, сіз қанша айтып жатырсаңыз да, мен күйеуге шықпаймын, маған ер адам керек емес деп, бірақ іштей ұйықтар алдында мүмкін жалғыздық, іштегі бір пустота жаныңызға бататын шығар, сонымен жылайтын шығарсыз. Бірақ оянған кезде жоқ, маған ешкім керек емес деп күліп жүретін шығарсыз. Яғни ең бірінші нәрсе бұл өзіңізді жаңағы принимать етіп, өзіңізді сол қабылдау. Қазіргі таңдағы қандай басыңызда қиындық бар, сол нәрсені қабылдау. Екінші нәрсе, ол дегеніміз соны қабылдай отырып, ол нәрсе сіздің өміріңізде қашан пайда болды, соны көре аласыз. Яғни егер сізде программа тұрған болса, ер адам мысалы көбіне ажырасқаннан кейін, көбіне ер адамдардан көңілі қалған әйел қандай программа тұра бастайды, қандай установка тұра бастайды ол адамда. Маған ер адам керек емес, ер адамдардың барлығы жаман, мен өзім барлығына жетем, менде бәрі жақсы деген установкалар тұра бастайды. Әрине ол установка не үшін олай тұрды? Өйткені жеке ол адамның өзінің тәжірибесі болды сондай. Осыған дейін ол адамның, ол әйелдің жүрегін жаптыруға сондай ой оған тудыратындай, сондай бір жағдай болды, сондай бір ер адам болды, сондай бір бұрынғы жолдасы сондай ауыртпашылық көрсетті. Содан кейін сондай установка тұрады да, және әйел адам жүрегін жауып тастайды. Енді бірақ жүрегінің түбінде отношенияға кіргісі келеді, әйел болғысы келеді, барлық бүкіл күшті өзіне арқалап шаршады, және сол әйелдік сезімді сезінгісі келе ме? Ол жерде соны түсіну керек. Шынымен де мен ер адамның болғанын қалаймын өмірімде. Бірақ осындай установкам тұр. Ол установка қашан пайда болды? Яғни ол менің жеке опытымнан пайда болды бұрынғы, осы кезде. Одан кейін өзіңді сол программадан алшақтатуың керек. Яғни ол жерде ол сендегі установка, бірақ ол сен емессің. Олай айтып отырған, ол тұрған установка. Яғни маған ер адам керек емес, ер адамдардың барлығы жаман, ер адамдардың барлығы абьюз, ер адамдардың барлығы жаңағы альфонс дейді, неше түрлісі бар ғой айтатын сөздер да, ер адамға байланысты. Точно так же ер адамдарда әйел адамдарға байланысты, қыздарға да меркантильная дейді, немесе жаңағы нереализованная, некрасивая, былай айтқанда әртүрлі ер адам мен әйел адамның бір-біріне деген сондай жеке тәжірибелік өзінің жолынан сондай өздеріне установка тұра бастайды. Сондықтан бұл жерде өзіңізді сіз алшақтатуыңыз керек ол установкадан. Яғни ол сіздің программаңыз белгілі бір. Бірақ сіз ол программа емессіз. Сіз ол программа емессіз. Және ол жердегі жасалатын ең бірінші жұмыс жаңағы әрі қарай өзгерте бастау, былай айтқанда жаңа реальностьқа тұра бастау. Бұл сол өзіңіздің установкаңызды өзгерту. Және соған өзіңізді сендіру. Яғни бұрын сізде ер адамдардың барлығы жаман, ер адамдардың барлығы абьюз, мен өміріме келетін ер адамдардың барлығы сондай десеңіз, сіз пока ол установканы өзгертпейінше, сіздің өміріңізге басқа ер адам келмейді. Өйткені Құдай бізді жаратушым сондай мағылып, өзі секілді жаратушы қылып жаратқан, әрбір өзіміздің біз установкамызбен, өзіміздің состояниемізбен, өзіміздің өмірімізді жаратамыз, құрамыз. Сондықтан да сіз егер солай ер адамдардың барлығы жаман, ер адамдар маған тек қана сондайлар кездеседі десеңіз, жаратушым оны сіздің арманыңыз, сіздің қалауыңыз сол екен деген немен
жұмыс сондай, қалай айтсам екен, жаратушым оны сіздің қалауыңыз деп түсініп, сондықтан да сіздің өміріңізге сондай адамдар келе бастайды. Яғни бұл жердегі жұмысымыз біздің өзіміздің установкамызды дұрыстау. Установканы дұрыстау дегеніміз, яғни ойымызды дұрыстау. Өйткені жаратушым үшін тек қана дәл қазіргі сәт бар. Дәл қазіргі сәт, осы сәт. Және осы сәтте сіз қандай оймен отырсыз, сол ойыңыз сіздің орындалады. Өйткені сол ойыңыз сіздің состояниеңіз. Жаратушым үшін сіздің қалауыңыз болып есептеледі. Сондықтан сіз өзіңіз дәл қазіргі сәтте өзіңіздің айтып отырған сөзіңіз бен ойлап отырған ойыңызға абай болуыңыз керек. Өйткені дәл қазіргі сәт орындалды. Яғни әрбір сіздің сөзіңіз орындалды деп сіздің өміріңіз дәл солай құрыла бастайды. Сондықтан да көпшілігі бұл деген өтірік деп айтып жатады, әрине. Бірақ мен де өмірдің заңдылықтарын зерттегенді жақсы көремін. Өмір деген жаратушыны зерттегенді жақсы көремін. Мен үшін жаратушы бізге қалай үйретті? Жаратушым алыста, где-то алыста, и ол сені әрқашан жазалайды деп солай үйреткен болатын. Бірақ мен әрқашан сұрағым болатын іштей, не үшін мені жазалайды деп. Өйткені менде кішкентайымда бала болған кезімде анамның онкологиямен ауырғанын ғана есімде қалған, анамның қиналғаны есімде қалған. Анам менің 9 жасымда қайтты. Әрі қарай мектепке бардым, оқыдым. Енді анасының махаббатын көрмеген адам, әрине ол сол кездегі махаббатты басқадан іздей бастайды. Жаңағыдай күйеуге шықтым, күйеуге шыққан кезде жаңағыдай қиындықтар бола бастады. Мен былай айтқанда күйеуге шыққан кезде де мөлдір айтқандай мен бүкіл жағдайды жасадым, барлығын бердім, барымша қолымнан келгенше келін болдым, қолымнан келгенше әйел болдым, қолымнан келгенше ана болдым, жұмысымды жасадым, ақшамды таптым, үйімді ремонттадым, тазаладым. Былай айтқанда нені мен дұрыс жасамадым деген сұрақ менде де болатын. Және сол одан кейін бизнесқа келгенде де бизнеста өстім, одан кейін құладым, ақшаны табам, бірақ қайтадан қарызға кірем. Және сол кезде менде әрқашан сұрақ болатын: Құдай, мен нені дұрыс жасамай жатырмын деген. Нені дұрыс жасамай жатырмын? Не үшін мені сонша жазалап жатырсың деп. Айналып келген кезде жаратушым мені соншалықты жақсы көретіні, маған әрбір сол кездегі қиындықтың барлығы соңында өзімнің пробуждение деп айтамыз, оянып шынымен де кім екенімді табу үшін, түсіну үшін берілген екен. Және осы соңғы 1,5 жыл бойы өзіммен жұмыстанып, өзімді тауып, өзімнің ең бірінші рет шынымен де кім екенімді түсініп, қазіргі таңда әлі күнге дейін өзіммен жұмыс жасау үстіндемін. Жалпы жаңа өзімді жасап шығару үшін 3 жыл уақыт, күшті уақыт екен. Сондықтан да шынымен де менде ол қазіргі таңдағы өзіме үйренгенім, түсінгенім, ол өзімді ешкіммен ешқашан салыстырмаймын. Қазіргі таңда менде әрекеттенсем ешкімге дәлелдеу үшін, конкурировать ету үшін, дәлелдеу үшін әрекеттенбеймін. Барлығы тек қана жүректен, үлкен махаббатпен жасалады. Бұл да бір мен үшін үлкен жеңіс. Өйткені бұрындары менде тек қана ренжишпен, конкурировать, дәлелдеу, жаңағы сондай состояниемен ғана жасалған болса, қазіргі таңда ішкі күйім, жанымдағы тыныштығым, жанымдағы жүрегімнің тыныштығы, бұл мен үшін өте үлкен жеңіс, өте үлкен бақыт. Сондықтан да сіздерге айтқым келетіні, қазіргі таңда басыңызда қиындықтар болып жатырса, қыздар, мен өзім жаңағыдай әртүрлі басымнан қиындықтар өтті. Сондықтан денсаулыққа да байланысты, қарым-қатынасқа да байланысты, ақшаға да байланысты, үлкен қарызға да байланысты. Жаңағы қызым ауырып бастаған кезде әртүрлі. Кішкентайымнан былай айтқанда осы 37 жасыма дейін әртүрлі сәттер өтті. Және бірақ соның барлығы, соңында келіп жеткен кезде, соның барлығы не үшін маған берілгенін қазіргі таңда түсініп отырмын. Өйткені мен өзім жаратушы екенімді түсіну үшін, өзімнің өмірлік заңдылықтарды түсіну үшін, және өмірлік заңдылықтар арқылы өмір сүріп бастап, сол арқылы соны басқа да қыз-келіншектерге, жаны жараланып жүрген қыз-келіншектерге өзімнің тәжірибеммен бөлісіп, шынымен де басқа да әлем бар екенін, басқа да өмір бар екенін, өте бақытты, жүрегінің тыныштығы бар
әлем бар екенін көрсету үшін сондай қиындықтарды мен өзім сол кезде проводник, орысша айтқанда проводник, қазақша айтқанда жол көрсетуші екенімді түсіндім. Сондықтан бүгінгі видеом осымен аяқталды. Жалпы жаңағы ажырасу жөнінде айтылатын нәрсе. Мен қазіргі таңда ойлап қарасам, шынымен де Аллаға мың да бір шүкір, сол кезде сондай шешім өзім қабылдап ажырасып уақытылы ол адам басқа адамды сүйіп қалғаннан кейін мен өмірді түсінгенім, шынымен де ер адам болсын, әйел адам болсын, ол біреуді сүйіп қалды ма, ол жерден тек сөйлесіп, шынымен де екіге бөлісіп, екіге кету. Бір-бірін жараламай, ұрмай, соқпай, қалай бар солай жеткізіп, әр адам өзін таңдау. Бұл жердегі менің қателігім ол кездегі, ол өзімді жоғарыға қоймау. Ал система бойынша, жүйе бойынша, өмірлік заңдылық сондай, жаратушының жаратылысы сондай, бізді солай жаратқан. Ең бірінші системада, ең бірінші орында әрбір адам өзін қояды бірінші орынға. Әйел адам болса, әйел адам өзін қояды бірінші орынға. Ол эгоизм емес, ол дұрыс система құрылуы. Одан кейін екінші орында оның сүйген адамы болады. Ер адамы, жолдасы. Үшінші орында оның балалары болады. Төртінші орында ата-ана, жұмыс, туысқан, солай төмен қарай кете береді. Көпшілік әйел адам мына системаны бұзған кезде, сол кезде өмір соған соны көрсете бастайды. Сен дұрыс емес өмір сүріп жатырсың, сен системаны бұзып жатырсың деп көрсетеді. Сондықтан система бойынша тағы да айтамын, ең бірінші орында біз әрбір адам. Ер адам ба, ол ер адам өзінде бірінші тұрады. Әйел адам ба, ол әйел адам бірінші орында тұрады. Одан кейін сүйген адамы, одан кейін балалары. Неге балалары үшінші орында? Өйткені здоровый, эмоционально здоровый бала тек қана анасы мен әкесінің махаббатын көріп өскен бала ғана сол жанұяда жаңағы эмоционалды здоровый бала, дені сау бала болып туылады. Яғни ешқандай қиындықтары жоқ, ешқандай негативті жаңағы программалар жоқ, ешқандай ішкі жаңағы ішкі, қалай айтсам екен, негативті программалар жоқ. Бала өмірге келіп жаңағы есею үшін ол өзін таңдаған ананы көру керек, өзін таңдаған әкені көру керек, және сол екеуінің арасындағы бір-біріне деген сүйіспеншілік, махаббат, бір-біріне деген сөйлесе білу, бір-бірімен деген мына ауызбіршілікті көріп өскен бала, дәл сол көріп өскен бала, сол дені сау, эмоционалды дені сау бала болып өседі. Сондықтан айналып келген кезде барлық нәрсе сол өзімізді таңдаудан басталады. Система солай орналасқан, және бұл эгоизм емес. Бізде енді олай үйреткен жоқ, бізге менталитет сондай бізде. Әрқашан күйеуге шығып жатырсан, күйеуіңді әрқашан жоғары қой, күйеуіңе бүкіл жағдайды жаса, балаларыңды өзінен жоғары қой, жұмысыңды өзінен жоғары қой, ата-енеңді өзінен жоғары қой, ата-анаңды өзінен жоғары қой деп рольдерді өте көп ауыстырады. Айналып келген кезде соңында бақытсыз ана болса, ол жанұяда бақытты бала болмайды. Тек қана анасы бақытты болған кезде де бала бақытты бола бастайды. Сондықтан осымен бүгінгі сіздерге видео жазбам аяқталды. Рахмет баршаңызға сәтті күн болсын деген келеді. Алдағы уақытта да осылай өзіме келген әртүрлі тақырыптарды көтермелейтін боламын. Сіздерге қызықты болса лайк қойыңыздар, және қандай тақырыптар қызықты астына коммент түрінде қалдырсаңыздар болады. Рахмет баршаңызға.